Так, мыналарды алып алайын. Енді біздің жаңа үйімізге керек болады мынаның бәрін. Так. Мына решеткамызды да алып алдық. Енді үйде терезелерін де шағып тастайын. Так, сундығым ішінде не бар? Сундығымды да шағып тастайын. Так, бүкіл нәрсемді алып алайын. Дым қалмады ғой, а? Так, все, осы үйді сатып жіберу керек. Үйді көзейді саны. Так, мен кілтім қайда? Машинаның кілтін алып алайын да от алдырайын. Так, машинада бензин бар ма? Бар екен. О, все, от алды. Майынан айдамағалы көп болды ғой. Мына шетке қоя салайын машинамды. Пока что есікті жабайын. Енді бізде алдында видеоны түсіріп болған соң былай кешке таман полдар жасап тастағам. Именно крышаны алып тастап, мынандай полды қойып, мынау үстіндегі нені алып тастағам. Ағаштан, ар жақта тұрған ағаштарды алып тастадым. Мына сундықтардың ішінде маған керек заттардың бәрін бар. Мынаның ішінде бірінші керек емес заттардың бәрін салып тастайын. Өзім ескі үйімнің ішіндегі заттарды бәрін салып тастай берейін. Так, мен үйімде мына жителден сұрап көрейінші, андай не басыма киетін зат бар ма? Жител. Не болды? Кірсем бола ма? Андай каска бар ма сенде? Бар, кір ал. Все, рахмет каскаға, жител. Касканы киіп алайын. Просто басыма зат түсіп кете ма деп ойлағам ма? На всякий случай. Так, енді сундықтың ішінде бәрі бар, маған керек. Мапиын сала салайын. Так, бірінші бізге терезе бар ма? Терезе керек. Есік керек. Бір есік заказ еткен, бір есікті ескі үйімнен алып алған болатынмын. Ойбай. Мына енді бізге терезені қойып тастау керек. Так, мына терезені қойып тастайын. Сосын қаптауларына ворота қойып тастау керек. Так. Ойбай, сындырып тастайын. Осының бәрін кеше заказ етіп қойғам. Бір сайттан. Стройка дом дейма. Содан заказ ететтім әйтеуір. Сосын лестницаны өзім үйімде болған ғой лестница. Соның жалғасын алу керек та. Мына екі лестница бар екен. Как раз үстіне шығуға. Как раз екеуі жетпей тұрады да. О, мына. Енді смело төбесінен шығасын. Қазір енді маған дуб керек. Дуб бар ма? Мен де өз кеше ұйықтайтын кезде заказ еткем. Дуб бар екен. Мынаны дубпен істейміз ба? Давайте дубпен істей салайын. Потом келесі екінші этаж істейтін кезде мынаның үстіндегісін алып, потом барып мынандай пол төсеп істейтін шығармын. Пока что дуб бола берсін енді. Так. Или все-таки немен істей салам ба? Көрейін. Все-таки істей салам ғой деймін. Екінші этажын істеп қалсам керек болып болады. Айтпақшы, мен видеоға түспін ғой. Хей, бәріңе сәлем достар, сіздердің біргемен досын кезет. Бүгінгі видеода мен өзімнің үйіме восстановить еткен до конца істейтін болам. Ішіне заттар қойып, ноутбук қойып, компьютер қойып, кухнясын жасап сөйтетін болам. Қазір енді пока что мыналарды ала тұрам. Мынау заттарын осын үстіне жасап болғанда нені қосатын болам. Короче, қапталдарын бітіп қалдық үстіндегі. Так, все, достар, болдым. Енді ішін жасау керек. Ішін андай бөлу керек. Мынау кухня болады, мынау ұйықтайтын шет болады деп бөлу керек ше, по идее. Так, мына бізге кухня жасау керек. Мына жақ бетін кухня жасаймыз ау. Былай қойып. И осы шетке кухня жасау керек. Былайынан. Тек топорды. Ой, ағашты. И осындай істеп қойып. Мына жаққа кухня қыламыз.
Қазір заттар қарап көрейін. Кухняның заттарын. Кухнядан газ. Так, нан аламыз. Короче, кухняның біткенде кездесеміз достар. Давайте. Фуф, ебай достар. Нан қараңдар, сендер нан бәрін әрең дегенде жасадым. Арада 2 жарым сағат өтті. Мынандай лампа қойып қойдым еще. Жанат. Еще мына жаққа пышақ қойып қойдым, мындай не қойып қойдым. Тағы да андай пышақтар қойып қою керек еді. Мына жақта ожау бар, су ішесің соның. Мына жаққа стол жасап, стол қойып, мына жаққа жататын жер жасасам болды. Осыны жасап біткенде кездесеміз. Так, достар, короче, наны қойдым. Енді бір телевизор қойып жіберейін. Машиттерге ма? Так, примерно бір қайшетке қойсам болады телевизорды. Картинаны алып жіберсем ба? Картинаны алып тастайыншы. И потом былайынан қоя салсам. Мынаны картинаның орнына мынандай картина қоя салайын. И екінші этаж жасамасам, что-то ана жаққа сыймайды. Ол да осылай тұра берсін енді. Былайынан тұрсын. Біз екінші этаж жасаймыз, походу. Мынаны алып тастаймыз ау. Былайынан хоппа деп жасайық. Екінші этажға шығайық. Былайынан. Екінші этажын жасасақ болады же. Екінші этаж жасаймын что-то. Так. Мынаны алып тастайын. Қура болу. Мынау дейтін қура болу таза. Мына жаққа салып тастайын. Хоппа, 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 хоппа. Осын салып біткеннен кейін, короче, ораламыз ғой. Ё-моё, достар. Қазір, короче, біттім мынаны. Ойбай. Ё-моё. Так, енді бізге терезе керек. Бізге терезе заказать ету керек. Ноутбугымды алып алайын. Пока что ноутбугымды қоя тұрайын да. Так, все. Надо заказать. И все. 35 терезе заказать қойдым. Енді күтеміз, короче. Так, все, 35 терезем келді. Жаңа курьер келді, короче, ақшасын бердім, кетіп қалды, тез. Машинамен жүр екен курьер. Так, енді мынау терезесін жасай берейік до конца. Ойбай. Осылай андай уютный қылып істеу керек бізгеше. Так, ноутбугымды алып тастайын. Все, жерге құлап кетпеді ма? Негізінде кішкентай қылып жасайын ба дегем. Енді мына шетке терезе жасамай қойын енді. Короче, жабық зона болсын да. Мына жаққа өзім ұйықтайтын шетімді қоям қазір. Өзім жаңа алдыртқам, тоже заказать еткем. 2 кровать, сосын андай фонарьтармен, короче, заказать еттім, қазір келу керек. Уже келген, походу, бағана тағы да бір көтеріп кеп тұрған. Тастап кетті дегем, тастап кеткен шығар, білмеймін енді. Так, мен барып тексеріп келейін. Все, давай, так, анау кетті, короче. 2 төсек заказать еттім, біреу инвентарымда тұр, біреу мына қолымда тұр, короче. Так, былайынан қойын. Енді екінші төсекті алайық. Потом осылайынан қойып. Енді не қойсам болады. Жарықты қойсам бола ма? Жарық қоя салайын. Так, енді мына шетке не қоямын мен? Давайте сундық қоя салайын, осылайынан. Мына шетте тоқтайын, ұйықтайын дегенде. Болды енді, по идее. И өзімнің рабочий столымды жасап тастау керек. Рабочий стол бізде. Так, ондай фонарьтар бар екен. Осыларды қазір қолданамыз. Так, енді PlayStation 5 бар екен. Тағы да телевизор бар. Соны қойып тастау керек. И потом мына жаққа наны қояйық. Мына жаққа наны қоямыз.
потом микрофон қалай қойсақ болады? Микрофон, ой, былай қою керек па микрофонды? Микрофон дұрыстап қойып алайын. Так, короче, мен дейтін мына жаққа телевизор қойсам ба деген. Так, мына жақты бағана не алғам? Диван алған. Сол дивандарды қойып тастайын. Так, ойбай, слишком жақын болып кетті. Мына жаққа қойын дивандарды тогда. Хоппа деп қойын. Так, басқасын алып келейін. Так, все, короче, мынаны қойып тастайын. И мынаны қайда қоям? Кінаны біз дейтін мына жаққа қойып тастасақ ше. Мына жерге қойып тастайын. И потом мына жаққа ковер төсеп тастайық. Осындай утепленный. Мына жаққа да төсеп тастайық. И мына жаққа отыратын орындық қояйық. Все. Уютный ғой мынау дейтін. Уют деген не десе осыны көрсетесіңдер. Бля. Не өкпетті. Қазір, короче, басам. Так, короче, достар. Мына жаққа мен былайнан. И мына шетке былайнан қоям. И, короче, мынаның үстіне осындай кнопканы қоя саламыз. И потом телевизордан қоя саламыз. Былайнан кино қоямыз да көріп отырамыз, короче. Осындай болды, короче, бізде үй. Мына жақта кухнямыз, мына жақта бізде неміз, үйіміз кәдімгідей. И потом мына жақта өзіміздің жестко қатып отыр, достар. Өзіміздің офисіміз мына жақта. Былайнан. Өзіміздің офисіміз и мына жақта жататын шетіміз. Осымен, достар, видеомыз соңына жетті. Сіздермен болған досым Кезет. Және де арнама тіркеліп лайк бас қойыңыздар.